Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің анашымның рецептісімен огонек дайындаймыз. 10 килограмм қызанақ және де 10 дана тәтті бұрыш, 200 граммдай сарымсақ саламыз. Және де 10-15 дана ащы чили қызыл бұрышын саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен 2 ас қасық тұз салдым. Содан соң огонегімізді бір күнге салқын жерге қойып қоямыз. Екінші күні барлығын баклажкаға немесе банкаға құйып, тоңазытқышта сақтаймыз. Егер де тым ащыны жақсы көрмейтін болсаңыз, онда дәміне қарай қызыл бұрыш пен сарымсақты азайтсаңыз да болады. Бұл огонекті міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Аппетитіңізді ашып, тамағыңызға керемет дәм береді.